Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah Teala'ga şükürler bolsun. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Teala'nın iyiliği jana selam bolsun. Allah Teala barşamızdan bilip bilmestegen günahlarımızды keşirip, dinimizde sağ kılıp otdoşlarımızga amanlık bersin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de жалпы адамзат баласына Алланы жақсы көру, Алланың берген дінін жақсы көру, және де Аллах Тағаланың жіберген пайғамбарын жақсы көруді біздерге өсиет етеді. Және де Аллах Тағала осы Али Имран сүресінде біздерге былай деп айтады: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Айтқан ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, адамдарға айтқан дейді: Ей адамдар, егер сендер Аллах Тағаланы жақсы көремін дейтін болсаңдар, Аллах Тағаланы жақсы көрейік, Аллах Тағаланы қалай жақсы көретін адам боламыз дейтін болсаңдар, фаттабиуни, олай болса маған ілесіңдер деп айтқан дейді. Яғни біз Аллах Тағаланы жақсы көру үшін, Аллах Тағаланы жақсы көретін кісілердің қатарында болу үшін ең алғаш сол Аллах Тағаланың жіберген хақ пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға ілесуіміз керек. Сол кісінің айтқан жол жорығыменен, өсиет насихатымен жүруіміз керек екен. Сонда юхиббукумуллах, Аллах Тағала сіздерді жақсы көреді дейді. Яғни шарты, Аллах Тағала біздерді жақсы көруінің шарты, ол Аллах Тағаланың пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламды біз жүректен, іштей, шынайы түрде жақсы көруіміз керек екен. Соның есесіне Аллах Тағала біздерге не береді? Аллах Тағала біздерді жақсы көреді екен. Сонымен қатар وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, және де егер де сол пайғамбарға ілесетін болсақ, Мұхаммед пайғамбардың жолынан жүретін болсақ саллаллаху алейхи ва саллям, біріншіден Аллах Тағала біздерді жақсы көреді, екіншіден Аллах Тағала айтып жатыр: Алла сіздердің күнәларыңызды кешіреді дейді. Көрдіңіздер ме? Яғни Аллах Тағаланың хақ пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның жолымен жүру арқылы Аллах Тағала біздерді жақсы көреді, сонымен қоса Аллах Тағала біздердің күнәларымызды кешеді екен. Валлаху ғафурур рахим, Аллах Тағала күнәларды кешіруші, мейірімді, мейірбан деп жатыр. Мінекей, Аллах Тағаланың осы бір аятына біз назар салып қарасақ, және де осы аятта айтылған үгіт насихаттарға үңіліп қарайтын болсақ, Аллах Тағала біздерге осы дүниеде және де ақыретте қалай Алланың жақсылығына жетуді біздерге көрсетіп жатыр екен. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біздерге былай деп айтады: Абу Хурайра радиаллаху анху, Алла ол кісіден разы болсын, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мына сөзін біздерге жеткізеді. Ол кісі, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, былай деп айтты: Аллах Тағала пенделеріне былай деп бұйырады: Кімде-кім менің достарыма дұшпандық қылатын болса, қарсы болатын болса, мен ол кісіге қарсы соғыс ашамын деп айтты дейді. Яғни бұл жерде Аллах Тағала хадис құдсиде айтып жатыр. Алланың достары кімдер? Құранда Аллах Тағала айтады: расында Аллаға және де Алланың пайғамбарына, ақырет күніне иман келтіргендер, бұлар Аллах Тағаланың достары дейді. Яғни момын, мұсылман болған кісілер Аллах Тағаланың достары. Сондықтан да Аллах Тағала хадис құдсиде айтып жатыр: кімде-кім менің достарыма, менің досыма дұшпандық жасайтын болса, мен оған қарсымын, оған соғыс ашамын дейді. Соғыс ашамын деген кезде Аллах Тағаланың ғазабы, ашуы келетіндігін түсінеді екенбіз. Және де арқылы жалғастырып айтады Аллах Тағала хадис құдсиде: пендемнің маған ең жақын болатын амалы, пендем маған ең жақын болу үшін
мен ол пенделеріме парыз еткен амалдарын істеу арқылы маған жақын болады дейді. Біз Аллах тағалаға жақын болуымыз үшін, Аллах тағаланың алдындағы ертең қиямет күнінде өзінің жақсы көрген пенделеріне, момын пенделеріне дайындаған жәннатқа кіру үшін, жәннаттың ішіндегі жоғары орындарға жету үшін Аллаға жақын болуымыз керек. Ал Аллаға жақын болу үшін, мына жерде Аллах тағала айтып жатыр, пенделерімнің маған ең жақын болатын амалдары ең алғаш мен парыз еткен амалдарымды орындаумен бірге болады дейді. Ол парыз еткен амалдарын білеміз баршамыз. Ол Аллах тағалаға иман келтіру, намаз оқу, зекет беру, қажылық қылу, және де осы секілді басқа исламның 5 шарты бар, 5 парызы бар, одан да басқа парыздар бар. Міне Аллах тағаланың ең алғаш парыз еткен амалдарын орындау арқылы біз Аллах тағалаға жақындай түседі екенбіз. Пендем осы мен парыз еткен амалдарды орындағаннан кейін қосымша өзі еркіменен жасайтын жақсы амалдарды істеу арқылы маған жақындай түседі. Нәпіл амалдарды істесе, сол парыздарды орындап болғаннан кейін нәпіл амалдарды өз еркіменен жасайтын жақсы ізгі амалдарды, сауапты істерді істеу арқылы, орындау арқылы ол маған жақындай түседі пендем дейді. Егер де мен пендемді жақсы көрсем, қайсы бір пендемді, құлымды жақсы көрсем, мен оның естетін құлағы боламын дейді. Яғни Аллах тағала сол қайсы бір пендесін жақсы көрсе, ол сол пенденің әрбір істеген, естіген амалдарын, көрген нәрселерін тек жақсылыққа ғана нәсіп етеді екен. Және де көретін көзі боламын дейді. Және ұстайтын қолы, және де жүретін аяғы боламын дейді. Яғни бұл жерде Аллах тағала бұларды айтып жатқандығы, яғни пендемнің барлық жағдайында ол пендеме жақсылықты нәсіп етіп, оны түрлі жамандықтардан қорғап отырамын дегені. Яғни егер ол пендем, мен жақсы көрген пендем қандай да бір нәрсені менен сұрайтын болса, міндетті түрде мен оған сол сұраған нәрсесін беремін. Егер ол менен қандай да бір өзі жақтырмайтын, өзі қорқатын, қауіптенетін нәрседен көмек сұраса, міндетті түрде ол пендемді мен қорғаймын деп айтады. Мінекей, бұл Аллах тағаланың өзінің жақсы көрген пенделеріне, өзіне иман келтірген момын пенделерге беретін сыйы, қамқорлығы, Аллах тағаланың неғметтері осындай екен. Және де тағы бір екінші хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра радиаллаху анху, Алла ол кісіден разы болсын, былай деп жеткізген мына хадисі бар. Егер де Аллах тағала қайсы бір пендені, қайсы бір кісіні жақсы көрсе, Жебірейіл періштені шақырып айтады: мен мынау пәлен кісіні жақсы көрдім, сен де оны жақсы көр деп Аллах тағала Жебірейіл періштеге сол пендені жақсы көруге бұйырады екен. Ал Жебірейіл періште ол Аллах тағаланың барлық періштелер қатарында, ол Аллах тағаланың әрбір бұйырған амалын бұлжытпай орындайтын мақлұқтар, жаратылыстар. Сонда Жебірейіл періште Аллах тағаланың әміріне бойсынып, бұйрығына бойсынып, ол кісіні жақсы көреді. Содан ол Жебірейіл періште сол аспан әлеміндегі басқа періштелерге дыбыс шығарып, айғайлап, расында Алла тағала пәлен деген кісіні жақсы көрді, сендер де оны жақсы көріңдер деп, сол періштелерге бұйрық береді екен. Бұл Жебірейіл періштенің бұйрығын естіген періштелердің барлығы жаңағы кісіні жақсы көреді. Содан кейін бүткіл аспан әлеміндегі, бүткіл Аллах тағаланың жаратқан періштелерінің барлығы сол кісіні жақсы көреді. Содан кейін бүткіл жаратылыстағы, жер бетіндегі жаратылыстардың барлығының көкірегіне ол кісіні жақсы көруді Аллах тағала салып қояды екен. Ал егер де бір кісіні Аллах тағала жек көрсе, жаман көретін болса,
Жибрейіл періштені шақырып айтады: расында мен мынау пәлен деген адамды жек көрдім, жаман көрдім, сен де оны жек көр деп бұйырады екен. Жибрейіл періште де ол Аллах тағаланың бұйрығына бойсынып, ол адамды жек көреді. Содан ол Жибрейіл періште қалған аспан әлемдегі барша періштелерге айғайлап: расында Аллах тағала пәлен деген кісіні жек көрді, жаман көрді, сендер де оны жаман көріңдер деп бұйырып айғайлайды екен. Содан бүткіл періштелер ол кісіні жек көреді. Сонымен қоса жер бетіндегі барлық жанды нәрселердің көкірегіне ол кісіні жек көруді Аллах тағала салып қояды екен. Мінекей, біз осы аяттардан, хадистерден біз түсінгеніміз, естігеніміз, Аллах тағалаға иман келтіргеннен кейін, Аллах тағала парыз еткен амалдарды орындағаннан кейін, біз ерікті, нәпіл, өз еркімізбен жасалатын басқа да құлшылық амалдарды көп жасайтын болсақ, оны көп жасаған сайын Аллах тағалаға жақын, және де Аллах тағала бізді жақсы көретін пенделерге айналуымыз мүмкін екен. Ал Аллах тағала жақсы көрген пендені бүткіл Алламен қоса бүткіл мақлуқтар жақсы көреді екен. Аллах тағала баршамызға өзінің парыз еткен амалдарын орындап, және де Аллах тағаланың сүйікті құлы болатындай нәпіл амалдарды көп жасаудан нәсіп етсін, және де екі дүниенің жақсылығын берсін, екі дүниеде де жақсы көрілген, сыйлы болуды екі дүниенің абыройын нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.